Bismillahirrahmanirrahim. Al endi qadrli ағайын, әлі келетін қонақтар бар екен, олар келгенше осы шараға қатысты, шариғат бойынша не айтатындығы жайында мен айтқым келіп отыр. Әрине, ислам діні біздің барша өміріміздің, мынау тұрмыс тіршілігіміздің негізгі қайнар болғанына ешкімнің күмәні жоқ қой. Себебі біздің барлық ақындарымыз, батырларымыз, жырауларымыз, жазушыларымыздың барлығының еңбектерін қарайтын болсақ, тұнып тұрған осы имандылық. Дін жайында жырлап өткен, дін жайында айтып өткендігі, оны бәріміз оқып та көріп те жүрміз ғой. Міне сондықтан да мынау біздің бабаларымыз өзінің тұрмыс тіршілігін дінге бейімдеген, өзінің салт дәстүрін барлығын дінге бейімдеген. Біздің салт дәстүріміздің барлығы осы дінменен ұштасып кеткен. Кешегі кеңес үкіметі тұсында біздердің дінсіздікке қанша талпынған идеология болғанымен қазақ халқы атеист болған жоқ, толықтай болған жоқ. Өйткені біздің қанымызға сіңген имандылығымыз болды. Ол дәстүрімізбен былайынан бір ет пен тырнақ секілді ажырата алмайтын дәрежеге келді. Қарапайым айтатын болсақ, бәріміз бір-бірімізге ассаламу алейкум деп сәлем береміз. Бұл әрине біздің сөзіміз емес, Құран кәрімде Алла тағала мұсылман баласына осылай сәлем беруді үйреткен. Ол енді айта берсек сүннетке отырғызу дейміз, жаназа дейміз, айта берсек барлығы осы біздің қоғамдағы иіс шығару дейміз, шелпек пісіру дейміз, ас қайыру дейміз, бұның барлығы да осы діннен туындаған нәрсе. Өйткені бабаларымыз осыны өздеріне негізгі рухани тірек ретінде алған. Енді шариғат бойынша мынау жаназаның рәсімі болады, қайтқан кісіні жерлеу деген болады. Осы мәселеге не айтады дейтін болсақ, біз Мұхаммед пайғамбарымыздың өміріне қараймыз. Сонда Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі қайтыс болған кезінде арабтардың өзі, сол кезде мұсылман арабтар екіге бөлінеді. Мұхаммед пайғамбарды қайда апарып жерлейміз деген мәселе болады. Сонда Меккеден, Мәдинада дейміз ғой, Меккеден келген көшіп келгендер бар. Мәдина қаласында Мұхаммед пайғамбарымыз өмір сүрді. Сол кезде Меккеден келген ағайындар, сондағы мұсылман сахабалар айтты ғой, Мұхаммед пайғамбарды туған жеріне апарып жерлейік деді. Екіншілер айтты, жоқ деді, бұл кісі осы Мәдина қаласында өмір сүрді ғой, Мәдинаға жерлейік деді. Сонымен екі жақта екі түрлі пікір қалыптасқан кезде бір сахаба тұрып айтады, Хазірет Әбу Бәкір деген сахаба. Мен Мұхаммед пайғамбардың аузынан естіген бір сөзім бар дейді. Оған біз хадис дейміз ғой. Пайғамбарлар өлген жеріне жерленеді деген айтқан сөзі бар дейді ғой Мұхаммед пайғамбарымыздың. Сөйтсек, тарих бойынша Алла тағала солай жазған екен, пайғамбарлардың өлген жеріне жерлеуді. Сонымен Мұхаммед пайғамбарымыз қайтыс болған өзінің үйіндегі төсек дейміз осы, төсек жатқан төсектің астынан лақат қазады. Мұхаммед пайғамбарымыздың бұлай қойып, жуындырып, шайындырып кебіндегеннен кейін сол жатқан жеріндегі төсектің астынан қабір қазып, сол жерге пайғамбарымызды жерлеген екен Мұхаммед пайғамбарымыз. Сол қажылыққа барғандар көрген болса, мешіттің бір бұрышында тұрғандай болып көрінеді. Ол негізінде Мұхаммед пайғамбардың үйі болған. Міне, шариғат бойынша осындай негіздерге сүйене отырады да, кісі қайтқан кезде қайда барып жерлеуге болады. Біріншіден, жаңа айтқанымыз секілді, өзінің туған жеріне апарып жерлеуге шариғат негізі құптайды. Ол біріншіден. Екіншіден, егерде сол қайтқан кісіні алып барып жерлеу мүмкіншілігі болмаса, яғни жаугершілік заман болса, жұт болса, ашаршылық болса, қуғын сүргін болса, ол кісіні алып барып туған жеріне жерлеу мүмкін болмайтын болса, онда сол қайтыс болған жеріне барып жерлейді. Енді бұл жерлеу рәсімі бәрімізге ұғынықты. Енді шариғат бойынша тағы да бұйырады. Мысалы, кісі қайтты, ол пәлен жыл өтті, немесе бірнеше уақыт өткеннен кейін сол марқұмның мәйітін қазып алып басқа жерге жерлеуге бола ма дейтін шариғатта тағы да пәтуа кездеседі. Сонда шариғат бойынша айтады. Біріншіден дейді, кісі мәйітті қазып алу үшін дейді, себеп керек дейді. Себепсіз ешқандай қабірді ашуға болмайды дейді шариғат бойынша. Ол күнә. Харам істейді ғой, харам істейміз, күнә болады. Ал енді оның себебі қандай болады? Сонда тағы да шариғатта ғұламаларымыз негіздеме жасай отырып, қайтыс болған кісінің мүрдесін қазып алып екінші бір жерге жерлеу үшін бірінші себеп дейді. Яғни бірінші себеп болу керек, ол дейді, басқа біреудің жеріне жерленген болса дейді. Яғни сонда айтса, мысалы айтайық, мына жер менің жерім, мына жерден ата бабаларыңыздың сүйегін алып кет дейтін болса, онда қазып алып апарып
туған жеріне яки басқа жерге апарып жерлеу керек. Ол бірінші мәселе. Яғни өзінің жеріне жерленбесе, егесі басқа біреу болса. Екіншіден, білместіктен, енді жаугершілік болып, яки сондай бір заман болып, апарып христианның, яки кәпірдің зиратына көміп тастайтын болса. Мынау енді қазір әлі де қалада бар ғой. Мысалы айтайық, мынау қаңғыбас адамдар болады, яки болмаса іздеу сұрауы табылмаған кезде бір ай күтеді аппаратта, жаңағы анау белгісіз қабірстан деген болады ғой, енді братский могила деп орысшасында. Сол жаққа барып көміп тастайды. Ал оны ағайын туыстар іздеп табатын болса, сол жерден кәпірлердің арасында жатқан мұсылман баласын қазып алып, мұсылманның зиратына жерлеу керек болады. Ол шариғаттың талабы. Мұсылманның зиратына жерленеді. Кәпірдің зиратына жерлеуге болмайды, ол күнә болады. Үшіншіден, егерде сол мысал айтайық, қабірстанды қазып алудың үшінші бір себебі бар. Ол жерден көпшіліктің игілігі үшін құрылыс салынатын болса, жол түсетін болса, яки болмаса жаңағы бір канал түсетін болса дейміз ғой. Сол кезде сол зиратты, қабірстанды қазып алып басқа жаққа көшіруге болады. Ондай жағдай өте көп қазір болып жатқандай. Әр жерде мысалы канал қазып жатыр, құрылыс салып жатыр, астынан мәйіттер табылып жатады. Ал соларды қалай істейді? Ақ матаға әрулеп орайды да Құранын оқып, алып барып сол мұсылман зиратына апарып жерлейді. Бұл үшінші себебі. Енді төртінші себебі бар. Енді сол жатқан зиратты су шайып кету қаупі болса, яки болмаса су бір жағы сел болып сол қабірстанның бұрышын шайып кеткен болса, соның енді тағы да қалған қабірді шайып кету қаупі болатын болса, онда ол жердегі мәйіттерді қазып алып басқа жаққа апарып жерленеді. Осындай жағдайларда төрт жағдайдың ішінде де мәйітті ол бұзылсын, бұзылмасын, сүйегі қалсын, қалмасын, ол төртеуінде де маңыз жоқ. Бұл жерде алып барып орап, алады да қандай жағдайда болмасын, осы жағдайлар ескеріледі, алып барып туған жеріне яки болмаса басқа бір жаңа зиратқа алып барып жерлеуге шариғат бойынша рұқсат береді.